Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі бар заттармен өте дәмді болып шығатын және де өте тез жасалатын печеньені жасайтын боламыз. Ал бастайық. Ең алдымен бізге осындай өлшеуіш қажет болады. Печеньемізге қажетті заттарды өлшеп көрсететін боламын. Ең алдымен бізге варенье қажет. Кез келген вареньенің түрін қоса берсеңіздер болады. Бізге 165 грамм қажет. Менде қарақат вареньесі. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Және осының үстіне сұйық май қосамыз. Барлық қосылып жатқан заттардың өлшемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкетіп араластырып шығамыз. Және де оның үстіне 300 грамм ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде өткізгіштен өткізіп қосамыз. Және де оның үстіне 1 чай қасық қопсытқыш қосып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Біздің печеньеміздің қамыры осындай видеодағыдай жып-жұмсақ болып шығуы қажет. Қолымыздың көмегімен дөңгелек пішінге келтіріп, печеньемізді жасайтын боламыз. Әр печеньенің бетін қант ұнтағына батырамыз. Қалған печеньеларды да дәл осылай видеода көрсетілгенде етіп, дөңгелек пішінге келтіріп, бетін қант ұнтағына батырып, қойып шығамыз. Осы рецептпен печеньені жасап көріңіздер, өте дәмді болады және де өте тез пісіп шығады. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себептен менің каналымды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видео рецепт ұнаған болса, осы видеоға лүпіл басып, және де комментарий жаза кетсеңіздер болады. Барлығын дөңгелек пішінге келтіріп болғаннан кейін, енді қызып тұрған 180 градус духовкада 20 минут көлемінде печеньеларымызды пісіріп шығаратын боламыз. Осы рецепт барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, жасап көріңіздер.